15 жасар балаға айтады ғой, сен не істедің, мынау бала не бүлдірді дегенде, 1 майда дейді, Сталиннің суретін қылатқаны үшін 5 жылға соттап жіберген екен. Карлактың бастығын шақырып ап, мынаның кімің бар дегенде, үйде шешем бар деген екен. Мынаның тамағын тойдыр, киімін кидір, билетін ал да үйіне жібер деген екен. Қазір кім олай істей алады? Олай істей алмайды. Содан бәленбай жыл өткеннен кейін телевизор көріп отқанда сол сұхбат беріп жатыр екен дейді. Ол ғалым болған екен, үлкен адамдардың қатарына қосылған екен. Менің осындай дәрежеге жеткеніме Карлакта түрмеде отырғанда мені алып шыққан Жұмабек Тәшенов деп солай өзінің артына естелік қалдырған екен. Ал біз қазіргі заманда мына Құдайберген ағаларымызға, Абзал ағаларымызға Алла разы болсын, облыс әкімінде көп қолдау көрсетеді, бірақ осылай табылуымыз керек. Біз қайраткер болуымыз керек. Кабинеттен ешкім өспейді. Кабинеттің терезесінде гүлдер де өспей жатыр. Далаға шығу керек. Елдің жан айқайын, жан жүрегін тыңдау керек. Сонда ғана халықтың абыройы артады. Мысалы, Тәшенов мына Ақтөбеде келген бір жігіт төбелесіп көшеде жауыздардың қолынан қайтыс болады. Содан әкесі Ақтөбеден келіп, баласын Ақтөбеге әкетейін десе, не автобус алмайды, не пойыз алмайды, не самолет алмайды. Өйткені мүрденің иісі шығып кеткен. Барлық отказ беріп, баласын құшақтап көшеде жылап қалғанда бір кісі айтқан екен, сен премьер-министр Жұмабек Тәшеновке бар, ол осы мәселені шешеді деп. Сол кезде Жұмабек Тәшенов астындағы самолетін берген екен. Сонда ғана кісі айтады, естелікте кітапта бар, менің балам тірілгендей болды дейді. Ал біз қазір не істейміз? Даже көшеде тұрған адам қол бұлғаса, оны да алмаймыз. Кеше Қаныш қазына деген кино өтіп жатыр. Қаныш та сол Жұмабек атасы сияқты болған. Жезқазғанның төбесі қарсақпайды, самолетпен ұшып жүргенде бір ақсақал шапаны желп-желп етіп атпен жаңағы самолеттің артынан жүгіргенде Қаныш айтыпты атамыз, мына балаға, мына кісіге бір нәрсе болды, тоқтатыңдар, самолет айтады дейді, самолет қонуға болмайды, бұл ондай жер емес десе де, тоқтат, ана қазаққа бір нәрсе болды деп. Содан самолетті тоқтатыпты, жерге қондырыпты Қаныш. Содан жаңағы ақсақалға барып, не болды десе, өмірімде бірінші рет самолет көріп тұрмын деп айтады жаңағы. Міне, сонау көктегі ұшып жүрген ұшақты жерге қондырады. Сондықтан ұшақты қондырмасақ та, құшақты толтырып, елге ассалаумағалейкум бауырым деп амандасып жүрейікші. Соның өзі бізге үлкен азық ардақты ағайын. Бір-бірімізге жақсылықты, мейірімділікті төксек жаман болмаймыз. Көп-көп рахмет. Сондай жанды